Ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгінгі видеода мен сіздерге ETSP-ны қалай алуға болатынын көрсем. ecop.kz деп кіреміз да, осыны басамыз. Сосын осы жерден ETSP-ны қашықтан алу деп тұрады осы жерден. Соны бассаңыздар, онлайн сұрау деп сары болып тұрады, соны басасыздар. Осыны басқан соң, жеке тұлға деген таңдайсыздар да, өз ЖСН нөмірлеріңізді басасыз. Соны жазып болған соң сұраныс беру дегенді басамыз. Сосын тағы да жеке тұлға алуға көшеміз. Осы жерге өз нөмірлеріңізді қалдырасыздар, және де нөмірлеріңіз ecop-қа тіркелген болу керек. Тіркелген болса, осы жерге нөміріңізді жазсаңыз, SMS кетеді. SMS-ті осы жерге жазамыз. SMS жазып болсаңыздар, уже видео проверка кіреді. Осы жерден разрешение беріп, видеоға түсесіздер. Видео болғанда суретке алады, 2 рет. Түрлеріңіз осының центріне қойыңыз керек, ешқайда сырттан сыртқа шығып кетпеу керек. Осыны қойған соң, начать дегенде басып, 2 рет түсіреді, соны түсіп, одан кейін разрешить дегенді басамыз. Одан осы жерге тешканы басамыз. Енгізу деп бассаңыздар, осы жерден дербес компьютер дегенді басасыздар. Сонда жерге өздеріңіздің сақтайтын ETSP файл ашып аламыз. Ары қарай түсінікті, қиын емес деп ойлаймын. Егер достар видеоны болса лайк басып қойсаңыздар болады. Түсінбеген сұрақтарды комментарийға қалдырыңыздар. Келесі видеода кездескенше.